енді негізгі мақсатымыз Тараз қаласының тарихи мүмкіндіктерін пайдалана келе туризмді дамыту. Туризмді дамыту үшін мына біздің Әулие-Ата жеріндегі тарихи ескерткіштерді қалпына келтіріп, ең біріншіден өзіміздің жерлестерімізге, екінші басқа жақтан келетін қонақтарға көрсетуіміз керек. Тектұрмас кесенесіндегі негізгі мақсат 2000 жылдан астам тарихы бар Тараз қаласының өткен ғасырлардағы орнын, осы жердегі қандай даму болғанын халыққа көрсету. Ең негізгісі әрине біз мынау болашақ ұрпаққа өзіміздің тарихымызды жеткізуіміз керек. Әрине біз үшін Түркістан қаласының орны бөлек, бірақ Қазақстанда жалғыз ғана Түркістан болмау керек. Түркістанның қасында серіктес қалалар болу керек. Оның ішінде енді Тараздың 2000-нан астам тарихы болғаннан кейін біздің ойымызша сол Түркістанның ең бір серіктес қаласы осы Тараз болу керек. Сондықтан біз Таразды жан-жақи дамытуымыз керек. Тұрғындар демалыс күндері кешке жақын бір жерге барып демалу керек, бірін-біріменен кездесу керек, өзінің денсаулықтарын жақсарту керек. Соған да қазір енді бір үлкен жұмыстар жасап жатырмыз. Тараз жерінен ұлы жібек жолы өткен, оның өзінің тарихтары бар. Ең бірінші қазақ хандығының құрылған жері де осы біздің енді Тараз өңірі. Соның барлығын біз осы жерде туристерге көрсетуге деген ойымыз бар. Я с Балхаша приехал, здесь отдыхаю в санатории. Но вот я поражен вот этим. Мы сегодня идем, вот вышли прогуляться. Я поражен вот этим вот такой красотой. Вот смотрите, если это все, ну у нас нету такого в Балхаше. Өте керемет. Біз мысалы Алматы, шет қалаларға бұрын балдарымыз апарып жүрді, немерелерімізді. Енді тура осы Тараз қаласының осы өте қуаныштымыз. Это красота, не насладиться. Ұнады бізге, очень даже сөз жоқ. Рахмет бәріңізге. Алғысымызды білдіргіміз келеді, себебі осындай халық үшін қала көркін абаттандырып, осындай сұлу жерлермен толтырып жатқанына үлкен алғысымызды білдіреміз.